Sulu kaşanay. Көктем гүліндей жайнаған ұстаздар, аяулы қарындастар, сіздерді көгілдір көктемнің шуақты күндерімен бірге келетін 8 наурыздың мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі күн сіздерге мерекелік Мәулетбек қызы Кәусар. Үміткерлер болып келеді қыз сайысына. Сіздерге сәттілік, орындарына отыра қойыңыздар. Бәріне сәлем берейін, армысыздар ағайын. Мен де келдім байқауға, сыйлап арайын. Айболат қызым арауым, мен буламын қара. Армысыздар қалайын, амандасып алайын. Жасыл көктем келді, мөлдір тамшы төгеді. Менің атым болады, жасылы болады. Келесі сахнамызға Мәулетбек қызы Кәусар шақырады. Отыр мұсын көремін, залға бүгін жиналып, сөз анасы сәлемдеп, дизе көген иелім. Мен де шықтым ортаға, қанатымды жая, алданыңызда келіп тұрған Мәулетбек қызы Кәусармын. Атамның жұлдызымын, әжемнің құндызым, 3 жасымнан бәйге шапқан Болқынның бір қызымын. Қазақтың ерке қызымын, бұл Süper.
Жарайсыңдар. Сәлем. Академиялық оқитын. Кішігірім концерт болса да үлкен бір жауапкершілікпен дайындалып келген. Айгүлстазға рахмет, бірінші сынып болса да осындай өз өнерлерін көрсетуге мүмкіндік берген. Келе жатқан мерекемен құттықтаймын. Енді бүгінгі сайысымызға келер болсақ, оқушыларымыз өнерімен күшті тәнті етті біздің бағыттары. Біліммен ерекшеленген Мұсабаева Лейланы зерделі ару номинациясымен марапаттаймыз. Құтты болсын. Мұсабаева Лейла. Жарайсың. Және апайдың атына кішігірім сыйлықтар. Ой, рахмет, ұстаз. Келесі мадақтамамыз біздің дәл осы мәтінмен Олар Жансұлу аруымызға білімді ару номинациясын марапаттаймыз. Мектепқызы Кәусәрді өнерлі ару номинациясымен марапаттаймыз. Егер дәл осы жерде тағы бір номинация болса, мадақтайтын едік. Дәл осы мәтінге Жұмабек Әминаны инновативті ару номинациясымен марапаттаймыз. Жарайсыңдар. Келесі мадақтама бізде дәл осы мәтінмен Бекболатова Маралым көрікті ару номинациясымен марапатталады. Жарайсыңдар. Баршаңызға құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Я.